Бүгінгі әңгімеміз аграрлық ғылым яки білім жайында болмақ. Өйткені кейінгі кезде нарық сұранысы мен мамандар біліктілігі сәйкес еместігі жиі сыналады. Сұрақ өте көп. Ал студия қонағы Қазақ агротехникалық университетінің проректоры профессор Айтжан Әбдіров. Айтжан Мұхамеджанұлы, қош келдіңіз. Енді алғашқы сұрағымды естіп үлгердіңіз. Қазіргі мынау елімізде беріліп жатқан аграрлық білім заманның талабына қаншалықты сай, өйткені бұрынғыдай колхоз совхоз жоқ, қазір күн өткен сайын өзгеріп жатыр ғой. Сұраныс та үлкен, бәсеке де жоғары. Ал енді мына біріншіден біздің университет туралы айтып кетсек, енді бұл Қазақстандағы бір ірі университеттердің бірі, әсіресе мынау ауыл шаруашылық саласындағы. Осы біздің университетте бүгін 37 мамандық бойынша бакалавриат мамандықтары бар, 31 магистратура саласындағы және 17 PhD докторантура. Ал енді жаңа сіз айтып кеткеніңіз ол дұрыс, неге десеңіз, қазіргі заман өзгерді. Ол мысалы экономика өзгерді, мына шаруашылықтардың түрлері де өзгерді, олардың көлемі өзгерді деген сияқты, техника қазір қолданатын, соның барлығы технологиялар. Соның барлығы өзгеріс көп. Сол себептен енді білім саласы одан қалмау керек, ол алда жүру керек. Енді біздің университетімізді алатын болсақ, қазіргі кезде көп жұмыстар жүргізіліп жатыр. Біріншіден, енді мына жуырда ақпан айында осы жылдың басында мемлекеттік бағдарлама, ауыл шаруашылығын дамытатын мемлекеттік бағдарлама қабылданды. Алдағы 5 жылға арналған. Соның ішінде енді мына біздің университетке тапсырма бар. Осы біздің базамызда зерттеу университет ашу. Енді ол мына агро орталық болады, халықаралық деңгейіндегі, бірақ та оның енді түрі зерттеу университет. Сонда зерттеу университетіне қандай міндет жүктеп отыр бағдарлама? Енді ол шынында да, енді бұл біріншіден бұл білім және ғылым орталығы ғой, шынын айтқанда. Енді осы университеттің ішінде қабырғасында студенттерді жай ғана оқытпай, оларды жаңа білім алу, өздері табу соған үйретуіміз керек. Неге десеңіздер, қазіргі білім ол күнде өзгереді. Қазіргі алған білім ол ескереді. Сол сияқты ол мына 4 жыл оқығаннан кейін білген кейбір білімдері ол ескеру кетуге де мүмкін. Бірақ та ол осы өмірде енді университетті бітіргеннен кейін ол дайын болу керек. Мына жаңалықтарды қабылдауға, жаңа білім алуға. Күн сайын өзгеріп жатады, жаңа технология бар, жаңа әдістемелер деген сияқты. Сол себептен енді біз сол университеттің ішінде осы біздің студенттер сондай қабілетті болу үшін біраз өзгерістер мысалы енгізіп жатырмыз. Жаңа айтып кеттік қой, мына зерттеу университет деген ол не? Қазіргі кезде зерттеу университеттің ішінде білімді жай дәрістерді тыңдап, не болмаса кітаптармен ғана оқу емес. Ол қазіргі салада ол қолмен істеп үйрену керек, қолмен істеп оқу керек. Сонда бұған дейін елімізде ондай болмады ма, зерттеу орталықтары? Зерттеу жай институттар бар, зерттеу институттар, мысалы өсімдік шаруашылығында, мал шаруашылығында, ветеринария саласында деген сияқты. Бірақ та зерттеу университет деген ол енді бір бөлек мекеме. Неге десеңіз, бұл біз ойлап шығарған нәрсе емес. Бұл мысалы мына жер жүзінде енді алдағы мемлекеттерде осы университет, зерттеу университеттің түрі жиі қолданылады. Мысалы мына Америка құрама штаттары, содан бастасақ мына Нидерландтар, енді бұл ауыл шаруашылығы дамыған мемлекеттер ғой. Сол сияқты енді бізді осы салада жалғыз жүрген жоқпыз. Мысалы біздің енді тәжірибеміз бар, бірақ та оған жеткілікті емес. Сол себептен өзіміздің партнеріміз бар. Ол Калифорния университеті, Дэвис қаласындағы. Соларменен бірге осы біздің университетті зерттеу университетке трансформациялау бағдарламасын бірге жасағамыз. Соны қабылдадық. Мысалы ол университет ішінде біз оны қабылдап сөйтіп бекіткенбіз. Бірақ та осы партнерларымызбенен, сол профессорларымызбен, солардың сол жақтан келген біз 4 бағдарлама бірге жасадық. Ол магистратура бағдарламалары, неге десеңіздер, енді магистратура ол кішкене алда жүру керек. Ол шаруашылыққа дайын мамандар ғой. Сол себептен осыны кішкене біз алға тартуымыз керек.
Енді осы атқарылып жатқан шаруалардың нәтижесі қалай? Өйткені жаңа көп сарапшылар айтып жатады, ауыл шаруашылығы саласында маман жетіспеушілік үлкен деп. Елімізде қаншама университет бар, институт бар, бірақ соның өзі жабылмай отыр дейді. Сізден бітіріп шыққан, мысалы, елімізде көп қой, аграрлық бағыттағы оқу орындарынан бітіріп шыққан түлектер сұранысқа қаншалық жауап бере алады? Сосын олар барып жатыр ма ауылдық жерлерге, жаңағы дайын ба сондай еңбек етуге? Бұл енді маңызды үлкен сұрақ. Неге десеңіздер, оны жан-жақтан қарау керек, қарастыру керек. Мысалы, мына ветеринарлық врачтар, олар енді жетіспейді. Мына солтүстік өңірін алатын болсақ, онда оған сұраныс сонша көп емес. Мысалы, мына Қызылорда облысын алатын болсақ, онда мына мысалы жылына 80 адамдай осындай мамандар мысалы қажеттілігі бар. Сол сияқты мына әртүрлі және бұларға жас мамандарға әртүрлі жағдай жасаймыз деген, бірақ та оның барлығы да жасалынып жатқан жоқ. Сол сияқты мына жергілікті енді органдар, жергілікті мына мемлекетті органдар, олар осы жұмысты қолға алу керек. Оларға маман керек болса, мамандар керек болса, оны өздеріне қарай тарту керек, мына шарт жасау керек деген сияқты. Сол себептен ол енді үлкен жұмыс. Мына біздің университетімізде енді 3 айдың арасында бітіргеннен кейін бір 60%-дай жұмысқа орналасады. Яғни мониторинг жүргізіп отырасыздар ғой, жұмысқа орналасты ма жоқ па? Біз міндет түрде, неге десеңіздер, ол бітіріп кеткеннен кейін бізбен байланысын жоғалтпайды. Мысалы, бұрынғы студент, қазіргі маман, онымен мына өз ұстаздары бар, әсіресе мына дипломдық жұмысын жасаған кезінде олардың жетекшілері бар, кафедра меңгерушілері, олар мониторинг жасап, олармен байланыс жасап сөйтіп отырады. Бұдан бөлек мынау бір психология да бар ғой, қазір қалып қойған, жаңа мысалы аграрлық саланы бітірсе, министрлікте бірден жұмыс жасағысы келеді. Жаңа мен осы болып жүрген түрлі кездесулерді білемін студенттермен, жаңағы үздік шаруа қожалықтарының басшылары. Сонда студенттер бірден жаңағы айлығы қандай, жоғары айлық алғысы келеді, бірден жақсы жайлы жұмыс жасағысы келеді. Бір ондай да мәселе бар сияқты. Ондай да бар. Мына жыл сайын біз ярмарка өткіземіз. Түлектер ярмаркасын. Енді әртүрлі шаруашылықтар, солардың мамандары келеді, сол студенттерменен сөйлеседі. Сол кезде енді осындай сұрақтар қойылады. Енді неге десеңіздер, оларға барғаннан кейін үйде керек. Мысалы, жалақысы да дұрыс болу керек. Ондай сұрақтар бар. Енді әрине, ол бітіріп министр болғысы келеді кейбіреулері. Бұл өзі бір психология. Бұрында анау бәрі экономист немесе заңгер болғысы келеді. Бірақ та енді қазіргі кезде әрбір адам, әсіресе біздің студенттер, олар ғой жаңа қолменен жасаған кезінде сонда ғана олар түсінеді. Осы маман ертең үлкен жетекші, шаруашылықтың жетекшісі болу үшін осы бүкіл мына деңгейлерді барлығын өту керек. Соны қолменен өзі жасап, істеп деген сияқты соны түсініп, ертең бүкіл мына нюанстарын білген кезінде, онда ол бір керемет басшы болуға сондай мүмкіншілік бар. Түсінікті. Бұдан бөлек жаңағы әңгімеңізді зерттеу орталығынан бастадыңыз ғой. Жалпы бізде мынау аграрлық ғылым дегеннің бет алысы қалай, қарқыны қалай қазір, дамуы қалай елімізде? Бұл да үлкен сала ғой. Ауыл шаруашылығы мамандары бөлек, ғалымдары бөлек қой негізі. Ғалымдар бөлек, иә. Ал енді осы ғылымның саласында көп мәселелер бар, әсіресе ауыл шаруашылығында. Қазіргі кезде енді мақсатымыз қандай? Осы біздің экономикамызды дамыту, әсіресе ауыл шаруашылық саласын. Оның қазіргі өсімдіктер, әсіресе бидай болатын болса, олар стрессқа тұрақты болу керек. Стресс деген, енді мысалы мына климатымыз өзгереді, құрғақ климат, жаңбыр аз, ылғал аз деген сияқты. Соған қарамастан осы өсімдіктер мысалы өсіп өнім беру керек. Сондай зерттеу жұмыстары өте көп. Ол мал шаруашылығында оған да байланысты. Сол себептен енді қазіргі кезде мысалы 2016 жылды алатын болсақ, біздің мына мамандар әртүрлі гранттарды ұтып алып, соның қаржыландыруы 500 миллионнан артық. Бұл үкімет қаржыландырып отыр. Әрине. Жобаларды қаржыландырады. Үкімет және арасында мысалы шаруашылықтардың өздері де бар. Өздерінің қызығушылығы болса, жаңағы іске асыруға болады дейсіз ғой жоба. Оларға бір сұрақтарды шешіп беру керек. Бір мәселелер туындайды. Соны олар дұрыс шеше алмайды, не болмаса өздері істейміз десе нәтижесі дұрыс болмайды. Сол себептен енді біз мына шаруашылықтарменен байланыстарымызды өте жақсы. Осы биыл тағы бір біздің сондай бір тәжірибеміз бар.
мына Қарағанды облысыменен әкімшілігінен бастап олармен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Яғни тек қана студенттер ғана оқытпайсыздар, шаруалар да білім алады, жаңағы, біліктілігін жетілдіре алады дейсіз. Енді мына біздің ғалымдар енді ғылыми жұмыстармен айналысқаннан кейін олардың да нәтижелері бар. Енді оны ғой мысалы өндіріске енгізу керек. Сол себептен енді осы Қарағанды облысы бізбен жұмыс істейміз деген сондай меморандумға біз қол қойып, қазіргі таңда сол біздің ғалымдар солармен бірге жұмыс істеп жатыр. Яғни бұл қалай жүреді жалпы? Студенттер сияқты оқу керек па? Әлде жалпы енді мысалы шаруалар көбіне не қажет шаруаларға жаңағы мысалы? Енді оларға енді жаңа технологиялар қажет. Мысалы жаңа айттым ғой, өсімдіктердің жаңа түрлері бар. Оларды қалай өндіру керек? Олардың өз мерзімі бар. Мына климатқа байланысты, оның топырағына байланысты жердің. Сол сияқты соның барлығын біздің ғалымдар оны зерттеп бір нәтижелер бар. Енді соны қалай өндіріске қолдану керек. Сол жолдарын енді жуырда мысалы семинар өтті. Сол Қарағанды облысында. Соған біздің ғалымдар қатысқан. Олар енді шаруашылық басшылары бар, мамандар бар, мысалы сол агроном бар, ішіндегі солар барлығы жиналып, осы семинар өткізген кезінде сол жаңалықтарды тыңдайды, содан кейін барып, оны қолдану түрлерін, не болмаса тағы сұрақтары болса, онда біздің университетке келіп, жаңа ғалымдармен тағы кездеседі. Түсінікті, бұл шаруаларға қатысты ғой, мына студенттер оқу барысында жаңа теорияны практикамен қаншалықты ұштастырады? Жаңа сіз шетелдің тәжірибесін мысал қылып отырсыз, ол жақта өте қатты дамыған ғой, жаңа студент жаңа көп бөлігін уақытын жаңа неде өтеді, шаруашылықта. Мен бағана айтып кеттім ғой, мысалы мына білімді жай кітапты оқып, не болмаса дәрісті тыңдап деген сияқты, онымен ғана білім алу бүгін онымен шектелмейді. Сол себептен мына біздің университетте бірнеше технологиялық платформалар бар. Енді платформа дегеніміз, мысалы мына техникалық мамандықтарға болса, қазіргі кезде бізде шағын зауыт бар. Мысалы темірден оны мына құбырларды майыстыруға болады, не болмаса кесетін қондырғылар бар, гильотина бар, мысалы темірлердің әртүрлін кесетін, жонатын деген сияқты, соның барлығын ана металдан бір конструкциялы жасауға сондай мүмкіншілік бар. Не болмаса мына ет өндіру, сүт өндіру. Бізде екі цех бар. Мысалы біреу сүт өнімдерін өндіру, екінші ет өнімдерін. Мысалы мына шұжықтың 6 түрін жасайды. Оны ғой магистранттар жай жасамай, оны зерттейді. Мысалы, оның дәмі қандай екенін, қандай ингредиенттерді ішіне қосу керек, оны қалай өзгерту керек, ол да бір зерттеу жұмыстары. Ал енді сүтті алатын болсақ, оның ішінде біздің студенттер де, магистранттар да барлығы жұмыс істейді. Әрбір, мысалы, мына цехтың ішінде камералар тұрады. Енді бүкіл технологиялық процесс жүріп жатады ғой. Мысалы, мына ет өндіру. Оны ғой ет қалай туралынады, қандай қондырғымен жасалынады деген сияқты, оны пісіруі бар, оны мына сүрлеуі бар деген сияқты, сақтауы бар. Соның барлығын камера арқылы аудиторияда отырып, олар қарап отырады. Сол студенттердің бір бөлімі цехтың ішінде жұмыс істеп жатыр. Оқу барысында тәжірибемен сонда біреу қарап отырады. Ана дұрыс па, қай жері қате, сол сияқты бір-біріне көмектеседі. Айтжан Мұхамеджанұлы, өкінішке орай бізге берілген уақыт шектеулі, 15 минутымыз әдегенде өте шығыпты енді. Тағы да бірер сұрақтар бар еді, амал жоқ, келесіге қалдыруға тура келеді. Сондықтан осылай студиямызға келіп өз пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта Қазақ агротехникалық университетінің бірінші проректоры профессор Айтжан Әбдіров болды.